Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге иммунитет көтеретін витаминге толы пастаны дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: грек жаңғағы, кешью және де асқабақ дәні. Екінші ыдысымыздағы құрма, қара мүйіз және қара өрік қажет болады. Енді оның үстіне су құямыз, батып тұратындай етіп. Мен бұл пастаны отбасымызбен бірге 3 айда бір рет қайталап тұрамыз. Балаларым бұндай пастаны жемейді басында. Осы видео барысында сіздерге лайфхак көрсетемін, балаларыңызға қалай жегізуге болатынын. Енді оның үстіне бір ас қасықпен сода салып шығамыз. Бұл барлық бактерияларды алып шығады. Жарты сағат, 1 сағатқа осылай қойып қойыңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық ласты шығарып шықты. Енді оны суын төгіп, тағы да салқын суға шайып аламыз. Дәндерімізді кептіріп алғаннан соң пешімізге салып 7 минутқа қыздырып алатын боламыз. Құрмамыздың дәндерін алып тастаймыз ішіндегі. Бұл пастаның пайдасы өте көп, достар. Токсиндер мен шлактарды шығарып, шекті тазартады. Есте сақтау қабілетін жақсартады. Гемоглобиніңді көтереді. Шауыңызды басып, сергек жүргізеді және қан тамырларын ретке келтіреді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз, араластырып, және оның үстіне мед қосамыз. Медімізді де құнарлы болуы маңызды. Дүкеннің қант қосылған түрі емес, кәдімгі фирменный мед алсаңыздар жақсы болады. Мінекей біздің пастамыз дайын болды. Осыны тоңазытқышта сақтап, күніне 1 мезгіл немесе 2 мезгіл ас қасықтың көмегімен жейміз. Мен өзім таңғы астағы кашаның ішіне салып жегенді жақсы көремін. Қант қоспағандықтан осы тәтті дәм беріп тұрады. Егерде балаларыңыз жемесе, бағана айтып өткенімдей лайфхакпен бөлісемін. Осындай етіп шарик келтіріп аласыздар да, пешімізге 10 минутқа қыздырып алыңыздар. Қатты болып, кәдімгі дүкеннің шариктері сияқты болып шығады. Соны таңғы асқа сүтке қосып берсеңіздер болады балаларыңызға. Өте дәмді және витаминге толы паста болып келеді. Ас болсын баршаңызға.